Тәуелсіздік алғаннан бері біз қазақ халқы Аллах тағаланың қамқорлығына кіру деген нәрсеге мән бермегендіктен, өмірімізді Құранмен байламағандықтан, біздің аталарымыз қазақ хандығы кезінде өмірлерін Құранмен байлай тұра, біз Құранмен байланбағандықтан, әртүрлі ашылған жарқыраған түрлі мәдениеттерге еліктеп, тәуелсіздік деген нәрсені көңілдің еркіндігіне қарай істетіп, осындай бір жағдай болып жатқан кезде, әне кеше көрдіңіз жаңалықта жаңағы ресейліктің басымыздан қандай бір сөзді асырғысы келгенін. Олар әлі де біздерге қожайын болуды дәметіп отыр, және сол қожайындықтың әлі де үзілмегенін таныстырғысы келмекші да. Біз Аллах тағаланы өзімізге қожайын қылып бекітіп болмайынша, құрметті жамағат, ол әркім қожайын болғысы келе береді. Қашан Алланыкі боламыз, сол кезде мойындаламыз. Аллах тағала өзінің пайғамбарына саллаллаху алейхи уассалам үйреткендей: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васкур исма раббика ва табаттал илейхи табтила. Ей пайғамбар, Раббыңның есімін күндіз түні есіңе алда, оған толықтай беріл. Раббул машриқи вал мағриби ла илаха илля хуа фаттахизху вакила. Шығыс пен батыстың Раббысы, одан басқа құдай жоқ, ендеше оны қамқор тұт. Шынымен де Аллах тағаласыз, құдайсыз тәуелсіз болу, құдайсыз мықты болу, құдайсыз күшті болу деген нәрсенің бәрі бос нәрсе. Азар болса, жаңағы тамимдықтардың ақындары сөйлегендей, өздерінің жырларында төкті ғой жана. Біз патшалар болғанбыз, біз небір қайырымдылықтарды жасаймыз деген әңгімелерінің барлығы. Алайда олардың күллісі Аллах тағаланың қасында. Айша анамыз бір күні пайғамбарымыздан сұраған кезде, осындай жақсылықтарды жасаған, әлеуметтік жағдайларда керемет жақсылықтарды жасаған адамға сол жақсылықтары пайда бере ма деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайда бермейді деген. Өйткені ол Алла тағаласына: «Е Алла, мені қиямет күні, сот күні күнәмді кешіре көрші» деп жалынып көрмеген адам дейді. Ойлаңыз, ақыретке кім барып келіп жүрген қазаққа Алланың жәрдемі қайтып келеді. Біз өзімізді қазақ хандығымен қанша байланыстырсақ та, бүгінгі біздің мен қазақпын деп сөйлеп жүрген сөзімізбен кезіндегі Қазыбек бидің біз қазақ деп сөйлеген сөзінің арасында, көк пен жердің арасында айырмашылық жатыр. Өйткені олар Алланың қазағы болған. Ол қазақ деген ұғымның астында қаншалаған рулар жиналған еді. Бұл хандық өзін Алланың панасына берген, Алланы қамқор тұтқан, Алла тағалаға қарай, Алланың разылығына қарай жол іздеген халық еді ол. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағаланың әмірімен құрып жатқан мемлекеті, ансарлардың, жаңағы мұхажирлердің адалдарының жәрдемімен, Аллах тағала шариғат заңдарын түсірген кезде де оны мәжбүрлеп түсіре салған емес. Өйткені халықтың жүрегіне иман қонғаннан кейін сол иман өзі іздейді, Аллаға қайсысы ұнайды деп. Міне сол ізденістеріне, сұраныстарына қарай түскен шариғат. Сол секілді кешегі Керей мен Жәнібектен кейінгі қазақ ордасы Қасым ханның тұсында өзінің кемеліне жетіп күшейген кезі болды. Сол кезде де Аллах тағала белгілі бір хандықты тәрбиесіне алған кезде оны бірте-бірте дамытады. Сол кезде Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар келді. Кейін Есім ханның тұсында Есім ханның ескі жолы деп аталады. Заңдар әрі қарай дамыды. Ал енді сол халықта Аллаға деген ұмтылыс, Алланың разылығына, осы жеңілмейтін күштің иесі болған Алланың панасында сақтанамыз, осы Алламен күшті боламыз деген ниеттері, сұраныстары болмаса, Тәуке ханның кезінде 7 жарғы деген заңдылық жүйесі, заңдар жүйесі пайда болар ма еді, өзіңіз ойлаңыз. Билер кеңесі де осы Тәуке ханның кезінде өзінің кемеліне жеткен болатын. Қазақ хандығының құрамындағы рулардың барлығы осы берекелі билердің басқару жүйесімен әдемілік тапқан еді. Ұлы жүзге Төле би, орта жүзге Қазыбек би, кіші жүзге Әйтеке, сондай-ақ қырғыздарға Қарашораның ұлы Қоқым би, Қарақалпаққа Сасық би, Қатағанға
Жайма деген билер тағайындалған. Жалпы алтауы. Осы тарихи көрсеткіштер бойынша беріледі тарих кітаптарында. Алтау ала болса ауыздағы кетеді дегендей. Бұлардың барлығының бірлігі мықты болған. Бұл билердің, Алла тағаланың сондай бір керемет ғасыры еді, қазақ хандығына, жалпы бізге де бүгінгі сыйлаған. Біз әлі оның қадірін білмей жатырмыз. Осындай билерді Алла тағала тәрбиелеп, осылар арқылы шариғат жүйелеріне сүйенген, Құран мен пайғамбарымыздың өмірінде орын алған күллі ережелерді зерттеп, біздің бақытымыз үшін 7 жарғы деген заңды қабылдаған болатын. Сырдария облысында, қателеспесем, Ангрен қаласына таяу Күлтөбе деген жерде Тәуке хан, міне, бұл жердегі берекелі адамдар, осыларды Алланың адамдары деп айтып отқан себебім солда. Яғни, құрметті жамағат, жалпы жаңағындай ресейліктің сөйлеп отқан сөзін бір жамандық деп есептемей қойыңыздар. Аллах тағала тіпті Айша анамызға жала жабылған кездің өзінде де оны жамандық деп есептемеңдер, бұл жақсылық дейді. Себебі бұл нәрсе арқылы адам жалпы өзінің болашағын көре алады, өзінің өткенін салыстырады. Осы күнге дейін жеткен жетістігіміз осындай болып отырған кезде, әлі де біреулердің жаңағыдай дәметіп отырған нәрселері, ол Аллах тағаланың иман ғибадатқа негізделіп, Құраныңды өміріңе араластырып, қашан мені қамқоршыға боласың, қашан мені өзіңе арқа боласың деген бір ұсынысы ғой бұл. Қазыбек би 18 жаста болған кезінде, енді тарихи деректерге байланысты Аллах тағала жақсырақ біледі, жалпы қалмақ ханы Қонтажы көптеген қазақтың ұлдары мен қыздарын тұтқынға алып, малдарын тонап алған уақытында, соның алдына қазақ хандығының атынан сөйлеуге барған елші өкіл еді. Мына шешендік өнерінде, немесе ақындық өнерінде жалпы негізгі мақсат сол ақындықта, шешендікте емес. Алайда ол шешеннің, ол ақынның Алланың адамы болуы, Алланың түсірген Құранымен рухтануы. Алла тағала қуаттаған кезде адам Алладан басқа ешкімнен қорықпайтын рухқа еленеді. Міне сол рух жаңағы Қазыбек билерде болған. Сол кезде барып сөйлеген толғауында біз қазақ деген мал баққан елміз деген кезде, бұл сөздегі қазақ ұғымы, ол біздің бүгінгі мен қазақпын деген жаңағыдай бір айтатын нәрселермен ол теңесе алмайды. Ол көк пен жердің арасындағындай парық жатырып жүрді. Өйткені бұл жерде біз қазақ деген кезде ол артында Аллах тағаланың тұрғандығын, Аллах тағалаға сүйеніп тұрған имаммен сөйлеп отырды. Оның алдында қазір қыруар жер қайысқан әскер тұрса да, оны қорқыныш билей алмайды. Алла тағала бағанағы аятта айтқандай, Алла тағала өзінің қасынан рухпен демеген дейді. Яғни Құранмен, иманмен, Алламен демелгендерді. Мен сол кездегі сөйлеген сөзі, біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Бұл Құранның тәрбиесі. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Не қараңыз, басынан сөз асырмаған елміз. Алланыкі болсаң басыңнан ешкім сөз асырмайды. Біз Алланыкі болып үлгермей жатырмыз әлі мына тәуелсіздік алғаннан бері. Сондықтан жаңағы бір ресейлік кеп бір сөз асырмақшы. Мәселе ол ресейлікте немесе күллі Ресейде емес, ол ешкім қорқынышты емес біздерге. Егер Құдайға берілген болсақ, ешкім абсолютті түрде ешбір дұшпан басынбаған елміз, басынан сөз асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзымызды ақтай білген елміз. Атадан ұл туса құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Міне тұтқындағы ұл қыздарын босатуға кеп отыр. Сен қалмақ болсаң, біз қазақ қарпысқалы келгенбіз. Сен темір болсаң, біз көмір еріткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең шапысқалы келгенбіз. Міне, бағанағы Хасан ибн Сәбиттің өлең сөздеріндегі нәрсені де салыстыра беріңіз.
не деген қорықпайтын Алламен қоттылған тұлға екендігі баяндалуда. Сен қабылан болсаң мен арыстан, алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар шарысқалы келгенбіз. Міне, өзі жас кезіндегі барған кезі ғой. Тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз дейді. Қараңыз. Берсең жөндеп бітім айт, не тұрсатын жеріңді айт деген кезде қонтажының жүрегін қорқыныш билейді. Яғни бір риwаяттарда айтылғандай, сөзді өңменімнен соғып айтқан кезде екі иығымнан екі аю аузынан от шашып тыпыр етші көрейін деп тұрған болды. Мінекей мен содан қатты сескендім. Сендерге көрінбеген мен маған көрінді. Менің енді бұған қайтарып айтар сөзім жоқ. Мал мен жанын есептеп алдына салып беріңдер деп шешім қабылдап, осындай бір үстемдікпен қайтқан еді Қазыбек би. Міне құрметті жамағат, егер қазақ тек қана Алладан қорқатын болса, сүйенгені Алла болса, Алланың айтқанымен жүрген халық болса, Аллах тағала дұшпаныңыздың жүрегіне қорқуды салады, қандай тәсілмен болса да. Не сөзіңмен, не жаңағындай бір тәсілдермен, нақты бір шынайы оқиға пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам уақытында болған Абу Хурайраның жеткізуі бойынша, Абу Жахл күндердің бір күні өзінің жаңағы жолдастарына келіп, осы жерде Мұхаммедтің жерге жүзін жапсырып жүргенін көрдіңдер ме дейді. Яғни сәжде жасап жүрген күйін сондай бір келемеж қылып айтқан. Сонда олар иә дейді. Сонда өзінше бір мақтанып, Лат пен Ғуззамен ант етейін, егерде мен куә болып қалсам сондай бір жағдайға, онда мен барып аяғыммен оның желкесінен басамын деген бір уәде береді. Сөйтіп енді сол уәдені орындауына тура келеді жаңағы айтқан жолдастарына. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып жатқан кез болатын. Ол оның қасына келіп желкесіне аяғымен басам деген ниет жасаған кезінде бір кезде адамдар байқап қалады. Кенеттен ол күтпеген жағдай болып, Абу Жахл өзінің қолдарын бүйтіп сермеп бір нәрседен қорғанып артына шегінгенін байқайды. Ол қорыққан түрде олардың қасына келеді. Мен жаңа ғана батыр болып тұрған нәрсе ғой, саған не болды деп сұраған кезде ол айтады: екеуміздің ортамызда бір отты шұңқырды байқадым, қорқынышты көрініс және қанаттар пайда болды дейді. Абу Хурайраның айтуынша кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл құбылысты түсіндіріп былай деп айтқан екен: егер де ол маған жақындағанда періштелер оны бөлшек-бөлшек етіп жұлып әкетер еді деген. Сондай-ақ тағы бір хабарында Қазыбек би 78 жасында Абылай хан тұтқынға түсіп қалған кезінде де оны босатып әкелген болатын. Осындай бір қуатты сөздермен. Сондықтан бұл жерде біз қазақ деген кезде ол кісінің жырында, құрметті жамағат, бұл жеті жарғыны, Алланың разылығын іздеп жеті жарғыны жасаған мықты билер тұр бұл. Бұл жай адам емес бұл. Бұл тек қана бір батыр болып тұрған, күресті білетін, қылышты білетін адам емес. Бұл бағанағы Аллах тағала айтқандай, Аллах тағала жүректеріне иманды жазып тастаған және өз қасынан Құранның қуатымен Алладан басқа ешкімнен қорықпайтын қуатпен демелген адамдар бұлар. Бұлар дұшпандардың көңілдеріне қарамайды. Бұлар кім не айтады ол нәрсеге қарамайды. Сондықтан да қазақ осындай жаңағы ресейліктердің сөздерінен кейін намыстанып, қой, біз сол баяғы аталарымыз байланғандай осы Құранмен байланайық, Құранды өмірімізге араластырайық деген шешім қабылдамаса, Алланың жәрдемі араласпайды. Осындай біреулер келіп неше түрлі бір сөздерді асырып тұра беретін жағдайлар әлі де болуы мүмкін да. Сондықтан қазақ бүгінгі бір қазақ деген сөзімен күшті боламайды. Ол Алланың қазағы болған кезде ғана Құдайдың жәрдемі де, берекесі де, рахымы да күллісі сенің қасыңда болып, дұшпан сені мойындайтын болады. Міржақып атамыз айтқандай, Аллах жаққан кеудеде оты болса, иманның отын айтып отыр, осы қуатты. Аллах жаққан кеудеде оты болса, су бүріккенге пенденің қайтып сөнер дейді. Қараңыз. Тамшы қаны қалған шашыбын жаны, шахбаздар білгенін жұмсап көрер деген нәрсе. Не ең біріншіде Алламен екі арадағы байланыс реттелсе, сосын барып мына дүниенің күллі саласын дамытсаң да, ол әр саласында, әрбір дамып жатқан кірпішіңе дейін Алла риза болады. Ал егер де Алламен байланыс болмаса, қанша дүрілдесең де, қандай бір
өркениеттерге жетсең де, қандай бір ғылымның басын ұстасаң да, бәрібір жаңағындай біреулер келіп өзінің дегенін дейді. Сондықтан да бұл нәрсені өзіміздің болашаққа қарай жаңғыруымыз, рухани тұрғыдан біреулердің қамқорлықтарына кіріп болдық. Енді Алланың қамқорлығына кіру керекпіз. Алла тағаланың қамқорлығына жететін нәрсе жоқ. Құдайдың қазағы, Алланың алашы болуымыз нәсіп етсін.